Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен осындай дәмді тіске басар дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызды және де қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Бұл печеньеге миксердің де венчиктің де қажеті жоқ. Қарапайым вилканың көмегімен жасасаңыздар да болады. Достар, толық рецепт описание бөліміне қалдыратын боламын, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Және де каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз маған үлкен шабыт сыйлайтын болады. Барлығын осы видеода көріп тұрғандай қылып жасай бересіздер. Жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тындырып қойсақ болады. Егер бірден жасаймын десеңіздер, жасай беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер сіздерде печенье кескіш болмаса, осылай қолдың көмегімен жасасаңыздар болады. Мен өзім арнайы печеньеді кесетін алып қойғанмын. Өйткені үйде көп жасаймыз. Осындай әдемі пішіндер береді. Негізінен осындай арнайы кескішімен кессеңіздер өте дәмді болады. Достар, мен сіздерге тағы да бір түрін көрсетейін. Дайын болған қамырымызды осылай кішкене дөңгелекшелерге бөлшектерге бөліп алып, тура осы видеода көрсеткендей қылып жасасаңыздар, гүл тәріздес печенье болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді печенье. Қарапайым үйде табылатын барлық заттарымыз негізі үйімізде табылатын заттардан дайын болады печеньеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де жасап көрсеңіздер, комментарияға қалдыра кетіңіздер. Міне достар, печеньеміз дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.